Әйелге көңіл салып көрдім, шешінген судан тайынбас 12 қатын алып көрдім. Қатын қырсық болды, маңдайымды қыршып болды. Бір сөз айтып кеймей кетемін деп ұрсып болды. Екінші қатын алаң болды, үйге кірген қуан болды. Айдаһардай ысқырып, түсі суық жылан болды. Үшінші қатын сержан жастау болды, көрерге настау болды. Одан да пайда таппадым, ойым сонда тастау болды. Төртінші қатын арық болды, қатынға көңілім тарық болды. Тапқаныңды бөліс деп күнде сотқа шауып болды. Бесінші қатын ашық болды, көргенге дүние тасып болды. 12 ай өтпестен берекеміз қашып болды. Бақтыбай 6-шы қатын арамы болды, қолы қатты сараң болды. Келім кетім тағы жоқ, үйдің іші қараң болды. 7-ші қатын олақ болды, олақ емес салақ болды. Өз үйінде шайқалып, жатып ішер қонақ болды. Ержан, 8-ші қатын семіз болды, бала туса егіз болды. Шұбырған иттей балалап, көп жейтігін доңыз болды. Бақтыбай сонымен бәрі 9 болды, келе алмайтын доңыз болды. Үні шиқылдап, мейді жейтін қомыз болды. 10-ші қатын пысық болды, көрер көзге түсіп болды. Одан да пайда таппадым, қайнар әркімге көзін қысып болды. 11-ші қатын сержан бойдақ болды, көрінгенмен ойнап болды. Еті жаман кәпірдің түбінде мені жоймақ болды. 12-ші негір болды, шөп шалаңды жегір болды. Азық іздеп шаршамай, асауқаты тегім болды. Еркөш қатын болды баққаным, ешқандай пайда таппадым. 12-сін алсам да ешқайсынан жақпадым. Бар сырын мендей қылып айталады кім, маған салса жер шарын шайқамақпын. Қатындардан шұқылап кіріздеген, барлық бәле өзім деген байқамақпын. Құндай ұқыздапқан қосағым ғой, ер болсаң перзент үшін көндім дейсің. Қатындармен қатынша ұрыспай-ақ, қайнар жан есің болса. Шекдіңдей сал, жеңдіңдей сал, жеңдіңдей сал.